Сәлем, балақай. Қал жағдайың қалай? Ал бүгін алтын сақа ертегісін тыңдауға дайынсың ба? Бүгінгі ертегі алтын сақа деп аталады. Ертеде интернет жоқ кезде бір ауылда Ернар атты бала өмір сүріпті. Ол өте ақылды, бірақ кейде еркелеп, жауапкершіліктен қашатын. Әкесі оның туған күніне ерекше сыйлық береді. Ол қандай сыйлық екен? Әрине, ертегінің аты айтып тұрғандай, әкесі Ернарға алтын сақа береді. Бұл жай ғана сақа емес, бұл сенің өміріңе бағыт беретін алтын сақа, дейді әкесі. Ернар болса сақаны күнде иіріп ойнайтын. Жалпы, сақа деген не екенін білесің бе? Бұл қазақтың ұлттық ойыны. Оны қойдың асық жілігінен алады. Ал ертегіні ары қарай жалғастырамын. Ернар сақаны іздеп жүріп, ауылдың шетіндегі ескі үңгірге тап болады. Алтын сақа сол үңгірдің ішінде екен. Оны тауып алады. Енді ала бергенде бір дауыс естіледі. Ей, балақай, бұл жерге жай келмеген шығарсың. Ернар артына жалт бұрылып қараса, үлкен көк бөрі тұр екен. Көк бөрі дегеніміз не? Көк бөрі дегеніміз ол қасқырдың арланы. Мен өзімнің алтын сақамды іздеп келдім, дейді Ернар сасқалақтап. Бұл сақа сені сынауға келген. Егер шынымен де мықты, ақылды болсаң, менің 3 сұрағыма жауап бер. Егер жауабын дұрыс тапсаң, сақаңды қайтарамын, дейді бөрі. Ернар келіседі. Бірінші сұрағыма жауап бер. Адамның ең үлкен байлығы не? Ернар сәл ойланып, былай деп жауап береді. Денсаулық. Егер денсаулық болмаса, білімнің де, байлықтың да пайдасы жоқ. Екінші сұрақ. Не нәрсе бөліскен сайын көбейеді? Білім. Адам білгенін бөліскен сайын өзі де көбірек үйренеді, деп жауап береді Ернар. Ал енді 3-ші сұрақтың жауабын тап. Нағыз батыр кім? Дейді көкбөрі. Ернар ойланып барып жауап береді. Нағыз батыр өзінің қорқынышын жеңген адам, дейді сенімді түрде. Бөрі оған разы болып, жарайсың, сен шынымен де ақылды бала екенсің. Алтын сақа саған енді әр қашанда сәттілік әкеледі, деп Ернардың сақасын қайтарып береді. Ернар сақасын алып ауылға қайтады. Бірақ ол ауылға қайтқанда жауапкершіліктен қашпайтын, өз ісіне, сөзіне жауапты адам болып оралады. Содан бері ол әрбір қиындықты жаңа мүмкіндік деп қабылдап, ал алтын сақасы оған әрдайым жол нұсқаушы болады. Өте керемет ертегі, солай ғой. Саған ұнады ма? Сен де балақай, Ернар сияқты
әрбір өмірдегі сынақты сабақ деп қабылдап, ақылды және батыл бола білуің керек. Ал нағыз байлық ол білім және денсаулық. Солай ғой. Сондықтан да әрдайым білім алып, сабақты жақсы оқуың керек. Және үнемі барлық нәрсеге қызығушылық танытып, ізденімпаз болу керек. Жақсы. Менің ертегім аяқталды. Мен сенімен ертеңге дейін қоштасамын. Сау бол.